Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Бүгінгі сабақта біз Windows XP операциялық жүйесін орнатуды үйренеміз. Windows XP ұстанушы диск бізде дайын. Дискті DVD-ROM құрылғысына орнатамыз. Және компьютерде BIOS-қа кіру үшін Delete клавишасын қайта басамыз. Мінекей BIOS-қа кірдік. BIOS-та бізге boot мәзір қажет. Boot мәзіріне кіреміз. Boot мәзірінде бізге загрузочный секторларын анықтайтын қатар керек. Олар бізде boot priority қатарында болады, орналасқан 1, 2, 3, 4 болып көрсетіліп тұр. Бірінші қатарға міндетті түрде DVD немесе CD-ROM құрылғысын таңдауымыз қажет. Әр компьютер әртүрлі. Бұл компьютерде бірінші болып DVD-ROM орнатылған екен. Ал екінші қатарда міндетті түрде Winchesterді орнатып қою қажет. Мінекей настройканы жасадық. Енді біз жоғарыда бұрышта көрсетілген Exit кнопкасын басамыз. Яғни BIOS-тан шығамыз. Шығатын кезде Save Changes and Reset командасын басып, Yes кнопкасын басамыз. Сол кезде өзгертілген настройкалар сақталады. Компьютер перезагрузға кетті. Мына жерде экранда 5 секундқа дейін команда шығады. Оны Enter'ні басып үлгеру керек. Міндетті түрде. Дисктен загрузочный командалар оқылуы басталды. Шамалы күтеміз. Загрузка өзіне қажетті файлдарын енгізіп болған соң келесі жұмыстар шығады қазір. Мінекей установка бастау үшін біз вот дейді, яғни Enter командасын басуымыз қажет. Бұл жерде 3 варен берілген. Ең біріншісін таңдаймыз. Яғни вот Enter пернесін басамыз және установканы бастаймыз. Бұл жерде лицензияны сұрап жатыр. Лицензияны мақұлдау үшін F8 пернесін басуымыз қажет. Клавиатурада F8 пернелер бар, функциональ перне. Соларды басамыз. Мінекей мына жерде дисктері көрсетіп тұр, яғни Winchester'лер C диск және D дискті көрсетіп тұр. Бізге қажетті диск бұл C диск болып саналады, яғни сол жерге Windows-ты орнату қажет. C дискті таңдаймыз және удалить раздел, яғни C дискті өшіруіміз қажет. Ескертіп қойын, C дискті өшірген кезде бүкіл файлдар өшеді. Ал D дискке біз тиіспейміз. Ол жерде қосымша файлдар, папкалар тұрады. Мінекей мына жерде установканы бастау үшін өшіруін сұрап жатыр. Рұқсат L пернесін басамыз. C дискті өшіріп тастады. C дискке 100 гигабайт беріліп тұр. Создать раздел басу үшін C пернесін басамыз. Мінекей жалғастыру үшін Enter'ді басамыз. C диск бізде қайтадан ашылды, бірақ пустой болып шығып тұр. Оны форматтау қажет. Enter'ді басамыз. Enter'ді басқаннан кейін автомат түрде форматирование шығады. Біз быстро деген команданы таңдаймыз. Яғни жылдамдатып форматирование жасап береді. Қазір форматирование жүріп жатыр.
Енді форматтап болған соң дисктегі бүкіл Windows'a қажетті бар жүйелік файлдар мен папкаларын көшіруді бастайды. Бұл енді шамамен 10-15 минут уақыт алады. Мінекей көшіріп болды, енді установка енді басталды. Бұл да 10-15 минут уақыт алады. Өзі уақыт көрсетілді, мінекей минутын және астында дорожка көрсетіп тұр, қай уақытта бітетіні. Мінекей көшіріп болды. Енді біз тілдерді, сағаттарды, күндерді дұрыстауымыз қажет. Ол жерде бәрі дайын екен. Яғни үшінші тіл қазақ тілін қоссақ болады осы жерде. Тізімді ашып қазақ тілін таңдаймыз. Іздеп табамыз. Және окей басамыз. Бізде 3 тіл қосылды. Орысша, қазақша, ағылшынша. Применить окейді басамыз. Және далее. Енді компьютердің атауын сұрап жатыр. Кез келген бір ат жазамыз. Далее басамыз. Ключ дайын тұр. Өзгертпейміз. Далее басамыз. Тағы да ешнәрсе өзгертпейміз. Өзгертпесек те болады, өзгертсек те болады. Далее басамыз. Мына жерде бізге сағатты өзгертеді, яғни часовой пояс. Қазақстанда сағат Астана қаласының сағатымен бірге жүреді. Календарь және сағаты. Далее басамыз. Загрузка бітуін күтеміз. Загрузка біткен соң автоматты түрде перезагрузка кетеді. Бұл дұрыс жағдай. Әр жаңа бір программа немесе утилита орнатылған кезде Windows операциялық жүйесі міндетті түрде перезагрузка сұрап отырады. Алғашқы заставка шықты. Мінекей установка аяқталуына жақындап қалды. Далее басамыз. Бұл жерде бізге қызылды отложить это действие деген басып, далее басамыз. Қайтадан компьютердің атауын сұрап жатыр, яғни учетная запись. Учетная записьқа бір кез келген қолданушының атын жазсақ болады. Яғни имя пользователя дегендей. Далее басамыз, және готово. Бізде рабочий стол ашылды. Енді рабочий столға мой компьютер, корзина, сет және my документы папкаларын енгізуіміз қажет. Классический стильге ауыстырып алдық. Енді қайтадан жаңа ярлыктан шығаруымыз қажет. Ол үшін біз мышканың оң жағын басамыз және свойства басамыз. Ол жерде рабочий стол, настройка кіреміз. Галочкаларын қосып шығамыз. My документы, мой компьютер, сеть. Окей. Применить. Және окей. Мінекей бізде ярлыктар шықты. Енді ары қарай біз управление кіріп, диспетчер устройствоға кіреміз. Драйверлерді орнатуымыз қажет. Бізде драйверлер видеокартаның драйвері, сетевой карта және звуковой картаның драйверлерін орнатуымыз қажет. Мінекей драйверлер осындай леппелі болып шығып тұрады. Ол деген сөз, осы драйверлер орнатылмаған деп сообщение шығарып тұр. Қате деп.
драйверлер пакеті бар бізде, сам драйвер деп аталатын. Сол дискті орнатамыз. Дисководқа саламыз. Бұл драйверлер пакетінде бүкіл барлық драйверлер бар. Бұл дискті интернеттен көшіріп алуға болады. Егерде сол дискті орнатуды, көшіруді көрем десеңіздер, видеоның соңына дейін көріңіздер. Видеоның соңында қай жерден көшіруге болатынын және қандай версиялар бар екендігімен таныстырамын. Дискті ашамыз. Осы жерде осы приложениені ашамыз. Мінекей бұл қазір анализ жасап жатыр, компьютерде қандай құрылғылар бар екендігін. Отмена басамыз. Шамалы күтейік. Тізімдерін құрастырып шығарады қазір. Бұның барлығына сам драйвер пакеттері өзі анализ жасап, өзі құрастырып шығарады. Яғни ішінде дайын драйверлердің тізімі бар, драйверлердің базасы бар пакет бұл диск. Мінекей барлығын тауып берді бізге, қандай құрылғылар бар екендігін. Әрқайсына өзінің драйверлерін ұсынады. Выбрать басамыз және установить басамыз. Окей. Енді драйвер орнату шамамен бір 10-15 минут уақыт алады. Соған видеоны жылдамдатып жіберейік. Әрқайсына тоқтап установка жасап шығады. Егерде экранда қызыл сообщение шығып қалса, қызыл сообщенияларға біз не установить деген кнопканы, команданы басуымыз қажет. Өйткені ол драйвердің сәйкес емес деген білдіретін сообщение болып саналады. Перезагруз сұрап әзір, перезагруз кетті. Енді қайтадан мой компьютер, управление, диспетчер устройств, драйверлерін тексеріп шығайық. Мінекей видеокартаның драйвері орнатылды. Intel компаниясының драйвері. Звуковой картаның драйвері орнатылды. Дайын тұр. Ары қарай USB драйверлері орнатылып тұр. Ары қарай сетевой картаның драйвері орнатылып тұр. Және де басқа да әртүрлі құрылғылар болса, автомат түрде барлығын орнатып беретін. Сам драйвердің ең жақсы қасиеті осында. Жетпейтін драйвердің барлығын өзі орнатып береді. Сіздер подписка жасаңыздар.